Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағын бастайық. Сіздер жақсы көңіл күйде отыр деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Маған қазақ әндері ұнайды». Оқу мақсаттары: күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу. Құрметті оқушылар, іске сәт деп бірінші тапсырмаға көшсек. Бұл жерде берілген слайдтағы әншілерді анықтап, аты жөндерін, олардың танымал әндерін жазасыздар. Егерде қай оқушы көп ән жазса, сол оқушыға жақсы деген баға қойылады. Ал енді оқушылар, рұқсат болса, әншілермен танысайық. Бірінші суретте Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Хасанғалиев. Екінші суретте Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева. Үшінші суретте қазақ халқын әлемге танытқан Димаш Құдайбергенов. Төртінші суретте танымал топ Музарт тобы. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздермен танысайық. Атамекен – родина, мұра – наследие, қошемет – почет, осы уақытқа дейін – до сих пор, көңіл күйі – настроение, сезім – чувство. Жаңа сөздермен таныстық, енді мәтінмен жұмыс. Ән – халықтың мұрасы, ән – өнер, ән – адамның көңіл күйі, қуанышы, сезімі. Менің ұлтым орыс, маған қазақ әндері ұнайды. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Мен де анаммен қосылып ән айтамын. Мен Атамекен әнін жақсы көремін. Ол патриоттық ән. Атамекен туған жерге арналған ән. Бұл ән 1970 жылы жазылған. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Хасанғалиев орындайды. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстанды сағынады. Атамекен туралы ән жазады. Әннің сөзін ақын Қадыр Мырзаәлі жазған. Атамекен әнін халық жақсы көреді. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық орнынан тұрып бірге айтады. 1970 жылы Ескендір Хасанғалиев Швеция елінде осы әнді айтады. Стокгольм қаласының адамдары Атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиевке үлкен қошемет көрсетеді. Қазіргі кезге дейін бұл әнді бәрі айтады. Атамекен қазақ халқы сүйіп тыңдайтын ән. Өйткені Қазақстан бәріміздің ортақ атамекеніміз. Келесі тапсырмамыз мәтін бойынша сұрақтарға ауызша жауап береміз. Бірінші сұрақ: ол қандай әнді жақсы көреді? Екінші: Атамекен әні қай жылы жазылған? Үшінші: Атамекен әнін кім орындайды? Төртінші: әннің сөзін қай ақын жазды? Бесінші сұрақ: Швеция елінде қай жылы ән айтты? Оқушылар, келесі тапсырмамыз. Бұл тапсырмада сіздерге ән қойылады. Сіздер әнді тыңдау арқылы қандай сезімде болдыңыздар, соны эссе түрінде жазып жібересіздер. Эссе көлемі 100-150 сөз. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымның алақанау деп білем. Қайда жүрсең Атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесін, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсең Атамекен,
жонар ата мекен. Сабақтың соңына да келдік. Мен жақсы түсіндім, басқаға да түсіндіре аламын десеңіздер, онда жасыл нотаны таңдайсыздар. Мен тығырыққа тірелдім, ештеңе түсінбей қалдым десеңіздер, қызыл нотаны таңдайсыздар. Мен түсінемін, бірақ барлығын емес десеңіздер, онда сары нотаны таңдап жібересіздер. Сабақ аяқталды, назарларыңызға рахмет.